Қайырлы күн, әріптестер. Сіздерге бүгін болаттың белгісі деген тақырыпқа жасалған ашық сабақтың құрылымымен таныстырғалы отырмын. Екінші сынып әдебиеттік оқу сабағы. Сабақтың мақсаты мәтіндерді бөліктерге бөліп ат қояды және мәтіннің негізгі ойын анықтайды. Сіздер осы сабақта ар-намыс құндылығын іске асыратын боласыздар, ақыл мен парасатқа сүйенуге тәрбиелейтін боласыздар. Алдымен ұйымдастыру кезеңінде әр елдің амандасу салтын жасатасыздар. Сосын киіз үйлерді таңдатып топтарға бөліп аласыздар. 4 топқа бөлінген ашық сабақ бұл. Сосын топтарға барып, алма кетті домалап деген ойынды ойнатасыз. Сіз бастап бересіз. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап. Топтар санайсыз. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады дейсіздер. Сол қай оқушыда тоқтадыңыз, сол оқушы өткен сабаққа қатысты сіздің не сұрақтарыңызға жауап береді, не үйге берілген тапсырманы оқитын болады. Сосын екінші топқа барып соны жасайсыз, үшінші топқа барып жасайсыз, сосын төртінші топқа барып жасап, ойын арқылы үй тапсырмаларын сұрайтын боласыз. Өткен сабаққа қатысты сұрақтарыңызды қойсаңыздар да болады осы жерде. Ары қарай тыңдалым кетеді. Сіздер алдымен болаттың белгісі деген мәтінді тыңдатардан алдын автор туралы қысқаша мәлімет айтып кетесіздер. Сосын жасанды интеллект арқылы жасалған мұғалім оқиды, ал оқушылар тыңдайды. Болат тау беткейінен қол қорабын толтыра Сосын осы жерде мәтіннің негізгі ойын анықтауға қатысты сұрақтар қойып, сұрақтарға жауап аласыздар. Бұл жерде әр оқушы 2 балл алады. Жаңа өткен тақырыпқа қатысты жауап беріп 1 балл алды. Сонымен 3 ұпайды өздерінің бағалау парағына белгілеп отырады. Сосын мәтінді тыңдады, енді жаңағы 2 дескриптор бойынша бағалауды іске асыру үшін біз мәтінді тыңдалған мәтінге қатысты сұрақтар қоятын боламыз және шам арқылы тексереміз. Қалай ойлайсыңдар, көлеңке бір орында тұра ма? Сосын келесі дегенді басасыздар. Неге көлеңке бір орында тұрмайды? Мына шамның кнопкасын бассаңыздар, жауап шығады. Сосын Болат қандай қателік жасады? Автор бізге не айтқысы келіп тұр? Сіздер шам әдісі арқылы тыңдалымға қатысты сұрақтар қойдыңыздар, оқушылар жауап берді. Әрбір жауап берген оқушы өзінің ұпайын белгілеп отырды. Енді оқылым іске асатын болады. Топтарға тапсырма бересіздер. Барлық топ мүшелері, барлық топ мәтінді оқып шығады. Тізбектетіп оқытып аласыз ба, дауыстап оқытып аласыз ба? Оқытып аласыздар. Одан кейін бірінші топқа 3-ші тапсырма, екінші топ 5-ші тапсырманы орындайды, 6-ші тапсырманы 3-ші топ орындайды, 7-ші тапсырманы 4-ші топ орындайтын болады. Және әр топ өздеріне берілген тапсырмаларды орындап, 2-і үйде, 1-і қонақта деген әдісімен әр топтан бір түсіндіре алатын оқушыңыз басқа топтарға барып түсіндіріп келеді. Сонымен мәтінді оқиды, бөліктерге бөліп ат қояды, мәтінді жан-жақты талдайды. Барлық топ мүшелері 3 ұпайдан осы жерде өздеріне алатын болады. Сосын көлеңке ойын ойнату арқылы сергіту сәтін жасатасыздар. Бейне жазбадағы қол әрекеттерін қайталайды. Осы жерде сіздер шамды өшіріп қойып, көлеңке ойынды сосын өзіндік жұмыс. Осы жерде әр оқушы Болатқа хат жазады. Кейіпкер қандай қателік жасады, оған қандай кеңес айтасыңдар деген сұрақтар арқылы
болатқа хат жазғызасыздар. Хаттың мазмұны қысқа мерзімді жоспарда ықтимал мәтін жазылған, немесе әр оқушы өзінің болатқа айтқысы келген шынайы кеңесін жазғызып тыңдайсыздар. Хат жазады, кеңес айтады, хаттың ішінде кеңес болу керек, сауатты жазу керек. Сонда әр оқушы 3 ұпайын өзіне белгілеп алатын болады. Сосын топтармен бірге жаңа тақырыпты бекітесіздер. Не ұжыммен жасатыңыздар, уақыт аз болып бара жатса ұжыммен жасайсыздар, уақыт жеткілікті болса топтармен сілтеме жіберіп, әр топтың алдында бір планшет жатса, бір телефон бар жатса, сонымен бірге мына кітапшаларды басса, осы тақырыпқа қатысты сұрақтар ашылады, соған жауап береді. Ең соңында түсіндім, сұрақтарым бар, түсінбедім, түсіндім, рефлексия жасайсыздар. сұрақтарым бар, түсіндім. Осылай сабақтарыңызды аяқтайтын боласыздар.